Бізде неге ұлт жоқ, немесе ұлттық идеяның дағдарысы? Тәуелсіздік алған соң саяси ұлт құрудың алғашқы талпынысы қазақстандық деген ұғым болды. Ол барлық этностарды бір халыққа біріктірудің мақсат етті. Бірақ бұл идея көпшіліктің санасына анық қалыптаспады, және біз кімбіз, қайда барамыз деген сұрақтарға жауап бере алмады. 1997 жылы Қазақстан 2030 стратегиясында басты назар тұрақтылыққа, экономикалық өсімге және қоғамдық ортақ мақсатқа біріктіруге аударылды. 2012 жылғы стратегия 2050 құжатында дамыған 30 елдің қатарына кіру, экономикасын жаңарту және бәсекеге қабілеттілікті арттыру міндеті қойылды. Бұл бағдарламалар елге даму бағытын бергенімен, адамдардың санасына терең орныққан құндылықтарға жүйесін қалыптастыра алмады. 2017 жылы рухани жаңғыру жобасы қоғамдық сананы жаңартуға бағытталды. Мәдени мұраны сақтау, әлемге ашық болу және прагматизм қағидаттары алға шықты. Бірақ ол көбіне өткенге сүйенді және тарихи мақтаныш басты біріктіруші күш болып қала берді. Қазір президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың адал азаматы бағдарламасы адал, жауапты және тәртіпті азамат қалыптастыруға бағытталған. Мұнда басты құндылықтар: заң үстемдігі, жемқорлыққа қарсы тұру және жеке жауапкершілік. Дегенмен Қазақстан ұлттық идея мен саяси біргейлік дағдарысы әлі бар. Бұрынғы халықты біріктіретін күш, өткен тарих, алтын орда, қазақ хандығы, батырлар мен ұлы тұлғалар болды. Бірақ тек ата-баба жетістіктеріне сүйену бүгінгі жастарға жеткіліксіз. Қазір табыс ел дамуына қосқан жеке үлеспен өлшенеді. Қазақстанда еуропалық үлгідегі либерал-демократиялық модельде этноорталықтық модельде сәйкес келмейді. Елімізге бүкіл халықты біріктіретін жаңа экономикалық, мәдени және этикалық мақсат қажет. Ол қандай құндылықтарға сүйенеді, бұл жайлы келесі рилстарда айтамыз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Жаңа ұлттық модель қандай болу керек деп есептейсіздер? Пікірлеріңізді жазыңыздар және жазылымды ұмытпаңыздар.